Біздің көшпенді бабаларымыздың тіршілігі жылқымен тығыз байланысты болғаны тарихтан белгілі. Олардың өмірінде жылқы аса маңызды рөл атқарып, жауынгершілік заманда сенімді серігі болған. Ерте замандарда Орта Азияны мекендеген көшпенділердің атпен ойнайтын сан түрлі спорттық ойындары болған. Ол жайында бізге көнеден жеткен тарихи деректер айғақ болып отыр. Бүгінде Европада танымалдылыққа ие шөгеннің негізі Орта Азиядан шыққаны туралы деректер жеткілікті. Бұл жайында көнеден жеткен тарихи еңбектерде көп айтылады. Түркі әлемінің тарихи жазбаларында, оның ішінде Жүсіп Баласағұнның Құттыбілек, Махмұд Қашқаридың Диани Лұғат ат-Түрік еңбектерінде шөген жайлы шежір айтылады. Қазақ ғалымы этнограф Асқар Егеубаевтың аударма еңбектерінде осыған көз жеткізуге болады. Өкініштісі, шөген ойыны уақыт өте келе бастапқы нұсқасынан көптеген өзгеріске ұшырады. Шөген ойынның атауына қатысты нұсқалар жеткілікті. Қазақтар негізінен бұл ойынды шөген деп атайды. Әуелде Европаға барған уақытта атты хоккей деп аталған екен. Әзірбайжандар оны шоған дейді. Шөгенде атпен қатар ойынға берілетін таяқшамен ойнайды. Шоқпар, шөген, шоқан сөздердің түп атауы бір мағынаны білдіргендіктен, ат үстінде допты ұрып ойнайтын шөгенді бабаларымыздың шөген деп атауы заңдылық. Уақыт өте келе бұл ойын тек Европада тұрақталып қалмады. Кәрі құрлықта жалпы халықтық сипат алып, клубтар арасында ресми матчтарды ұйымдастыру қолға алынған. Мысалы, еуропалықтардың сырт алаңдағы алғашқы кездесуі 1875 жылы 3 қыркүйекте Аргентинада өтті. Онда Ұлыбритания мен Ирландияның клубтары өнер көрсетті. Ойыншылардың дені малшылар мен инженерлер болған екен. Шөгенің оңтүстік Америкаға табан тіреуі осы жылдармен тұспа-тұс келеді. 1888-1930 жылдары шөгеннің алтын дәуірі туды десек болады. Бұл уақыттары атпен ойналатын ойын олимпиадалық ойындар бағдарламасына кірді. Содан бері шөгенді әлемнің көптеген елі танып, қазіргі уақытта 84 мемлекет ойнайды. Ал олимпиада бағдарламасында тек 1900-1936 жылдар аралығында ғана ойналды. Қазір халықаралық олимпиада комитеті шөгенді мойындайды. Демек, алдағы уақытта біз оны қайтадан олимпиадалық ойындар бағдарламасынан көріп қалуымыз бек мүмкін. Қазіргі таңда шөген ойыны Ұлыбритания, Испания, Италия, Франция, Германия, сонымен қатар Аргентина, Мексика, Бразилия, ақш-та аса танымал. Шөгенді ашық алаңда 2 команда ойнап, олардың әр қайсысы 4 ойыншыдан жасақталады. Әр кәсіби ойыншы арнайы комиссия шешім бойынша ұпай айырмашылығына ие болады. Ұпай айырмашылығы 1-ден басталып 10-ға дейін жетеді. Турнирге қатысушылар шеберлік көрсеткіші бойынша шақырылады. Қатысушылардың ұпай жиынтығы команданың ұпай айырмашылығы болып саналады. Қазақстан жерінде шөген ойынын қайта өрлету жөніндегі ұсынысты ғалымдар, журналистер және спорт функционерлері 90-шы жылдардың аяғында айта бастады. Ал Қазақстанда шөген федерациясының негізі 2012 жылы қаланды. 2014 жылы еліміздегі шөген ойындары бір жүйеге келтіріліп, алды атқарылатын жұмыстардың реті жоспарланды. 2014 жылдың желтоқсан айында Қазақстан Республикасы шөген федерациясы Аргентина астанасы Буэнос-Айрес қаласында халықаралық поло федерациясына мүшелікке қабылданды. Елімізде шөгенді дамытудың негізгі алғы шарттары жасалып, Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Астана қалаларында федерациялар ашылып, клубтар құрылды. Қазақстандық спортшылардың жетістігін сөзбен айтып жеткізе алмайсыз. Соңғы 2 жылда үлкен нәтижеге қол жеткізді. Менің қатты таңғалатын жерім бар. Ол қазақ жігіттерін ат үстінде еркін отыруы, түрлі кедергілерді еңсеріп, ойынды соңына дейін ойнауы маған өте қатты ұнайды. Осы жүйелі жұмыстардың нәтижесінде Қазақстан шөген федерациясы халықаралық жарыстарға шақырту ала бастайды. Соңғы 2 жылдың ішінде 10-нан аса жауапты сындарда бақ сынап, ел намысын абыроймен қорғайды. Қазақстандық шөген шеберлердің келесі сапары Германияның Мюнхен қаласы. Жыл сайынғы дәстүрге сай неміс халқы 4 күн ішінде 2 бірдей халықаралық бәсеке ұйымдастырады. Алаштың абыройын асқақтатуға Қазақстанның қос бірдей командасы Европа төріне табан тіреді.
Германияның Мюнхен қаласында орналасқан мына ойын алаңына жалпы көрермендер 15 000 адам сияды екен. Мұнда жарыстың бірнеше түрін ұйымдастыруға болады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл қазір бірнеше минуттардан кейін поло жарысы өтетін болады. Қазақстан құрамасы бұл жолы Мюнхен кубогы бәсекесінде өз бағын сынап көрмек. Жалпы жігіттеріміздің дайындығы, атқа отыруы Европа халқын таң қалдыруда. Германияның Мюнхен қаласында 1,5 миллионнан астам халық тұрады. Жылқы шаруашылығы өндірісін дұрыс бағытқа қоя білген неміс халқы полодан халықаралық турнир басталмас бұрын арнайы көрме ұйымдастырады. Жеткен жетістіктері, жаңадан өндіріске енгізілген техникалардың сан алуан түрі халыққа таныстырылады. Бір қуанарлығы, барлығы жылқы шаруашылығын дамытуға бағытталған. Жыл сайынғы дәстүрге сай Германияның Мюнхен қаласында поло жарысы ұйымдастырылып отырады. Біздің басты мақсатымыз клубтар арасындағы бәсекені дамыту. Мен сіздерге қызықты деректерді айтайын. Еуропа елдерінде барлық жарыстар жекеменшік клубтардың арасында өтеді. Бұл жүйе қандай да спорт түрін жылдам әрі жүйелі дамуына күш береді. Көптен күткен шөген ойыннан байрақты бәсеке басталды. Халықаралық дүбірлі додада Қазақстанның қос бірдей командасы өнер көрсетуге шықты. Астана Поло Клаб және Алматы Поло Клаб шөген командалары. Еліміздің абыройын асқақтатуға күш салған жерлестеріміз бірінші күннен жоғары нәтижеге қол жеткізді. Алғаш болып, жарыс жолына Астана Поло Клаб және Мюнхен Поло Клаб командалары шықты. Әдегенде жергілікті команданың айыбына асқақ болды. Алғашқы шакерде, яғни 7 минуттық кезенде Мюнхеннің полошылары 2 ұпаймен алда болды. Алайда бұл есеп тез өзгере шықты. Құрманбек Тұрғанбек, Елдос Асыл, Есжан Құрманбай және Дәулет Игенбаевтан жасақталған команда ойын тәртібін бірден өзгертті. Шабуылдауды бақылауға алып, қатарынан 4 ұпайды иеленді. Осылайша Астана Поло Клаб шөген командасы алғашқы кездесуін жеңіспен бастады. Ал екінші кездесуінде астаналықтар швейцариялық командамен жолықты. Намысты қолдан бермеген жерлестеріміз үшін бұл кездесу өте сәтті өтті. Барлық қарсыластардың ойын жүйесін жақсы зерттегені бірден байқалды. Швейцариялық ойыншылар ұпайға қолы жеткізе алмады, тиісінше жерлестеріміз 10-0 есебімен басым түсті. Қарсылас команда Мюнхен командасы. Ертеңгі қарсылас командалар, Голландиядан келген командалар, солар өте қиын команда. Солармен тырысып ойнаймыз. Жеңеміз деген үміттеміз. Қазақстанның екінші командасы Алматы Поло Клаб шеберлері алғашқы кездесулерінде азулы қарсыластары Нидерланды елінен келген полошыларға есе жіберді. Есеп 1-2. Екінші кездесулерінде нәтижелі ойын көрсете білді. Кеткен кемшіліктерді саралай білген Алматы Поло Клаб шөгеншілері Мюнхен Поло Клаб шөген командасынан басым түсті. Есеп 5-0. Жалпы арасында да осы екі командада осындай Германияның Мюнхен қаласындағы үлкен атаулы осындай Мюнхен Поло Голд Кап деген турнирына келіп отыр. Жалпы көрермендердің көзайымы бұл жерде алғашқы күнде ойынның деңгейі жоғары, ұйымдастыру жағынан да өте жақсы барлығы. Екі команда да өте жақсы білікті өнер көрсетті. Әрине бірде ұтылып, бірде ұтылыс болады, бірақ тек осында келген мақсатымыз бізге бірінші, екінші орынды иелену. Біз сол мәреге, сол өзіміздің көздеген мәрімізге жетеміз деген ойымыз бар. Осылайша, жарыстың алғаш күні қорытындыланды. Ал жарыстан кейін Қазспорт арнасының шығармашылық ұжымы Германияның Мюнхен қаласында орналасқан поло ойынының базасымен танысуға мүмкіндік алды. Еуропалықтардың ат жарату тәсілі, шөген шеберлерінің жаттығу залынан мамандардың пікірін алуға жол ашылды. Дәл қазір біз Мюнхен поло клубында тұрмыз. Мұнда аттардың барлығы далаға шығарылған. Бұны жасау үшін арнайы атбегілер түнде қорада, күндіз аттарды осындай далада ұстайды. Мұның себебі бар. Қазір мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай жұқа матадан жасалған жабумен аттардың барлығы осындай арнайы қоршауда тұрады. Бұл аттар 7 сағат осындай далада тұру керек, себебі жарыс алдындағы 4 сағатқа дейінгі дайындықтың кезінде осылай бір сергіп алу керек екен. Европалықтар поло атын қысы жазы ерекше күтімде ұстайды. Арнайы дәрумендерді сұлымен және сумен қосып береді.
Мәселе мына шөген таяқшасының ұзындығы 120 және 130 сантиметр болып өзгеріп отырады. Сонымен қатар ұзындығы аттың биіктігіне және ойыншының соққысына байланысты болады. Шөген таяқшасы шағаннан, бамбук ағашынан немесе үйеңкіден жасалды. Тағы бір ескере кететін жайт. Әрбір командада 4 ойыншыдан тұрады. Үздік ойыншыларға бірінші және екінші нөмірлер беріледі. Олардың негізгі міндеті гол салу. Үшінші нөмірлі ойыншы алаңда жартылай қорғаушы болып ойнайды. Оның басты міндеті алдыңғы саптағы ойыншыларға допты жеткізу және қарсыластың шабуылына жол бермеу. Әдетте, үшінші нөмірлі ойыншы болып команданың ең тәжірибелі ойыншысы тағайындалады. Төртінші нөмірі команданың соңғы ойыншысы. Ол қақпаны қорғап және ілгері шабуылды бастауы қажет. Біз Голландияның H3 командасының базасымен таныстық. Германияның Мюнхен қаласында орналасқан базаға атақты атбегі Андреа жетекшілік етеді. Команданың жеткен жетістігі өте жоғары, ал 16 жастағы Юля осы команданың белді ойыншысы. Қазақстандық спортшылармен ойын өткізген маған өте қатты ұнайды. Өткен жылы тура осы ойын алаңында кездестік. 2016 жылы біз жеңіске жеткен болатынбыз. Биыл да тура сол бағытта дайындалдық. Алайда өздеріңіз куә болғандай, Қазақстаннан келген команда өте жоғары нәтиже көрсетті. Осындай деңгейде болады деп біз күткен жоқпыз. Қазақстанда Алматыда бірнеше рет болдым. Қазір Қазақстан шөген федерациясының алдына қойған мақсаты айқын. Бірінші кезекте өз елінде осы спорт түрін дамытып, әлемдік аренаға шығуға жұмыстарын жүргізуде. Бұл өте дұрыс бастама. Жарыстың екінші күні Германия елі Мюнхен қаласында Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні шырқалды. Алаштың абыройын асырып, мемлекетіміздің мерейін үстем еткен Астана Поло Клаб шөген командасы. Мюнхен кубогы сарапқа салынған бәсекеде жерлестеріміз ұпай санымен қарсылас шақ келтірмеді. Жалпы халықаралық бәсекеде 5 команда өнер көрсетуде. Барлық клубтардың ойыншыларымен кездескен жерлестеріміз ұпай санымен көш басына шықты. Ең шешуші ойында Астана Поло Клаб шөген командасы Нидерланды елінің өкілдерімен жолықты. Өткен жылғы бәсекеде Амстердамнан келген команда топ жарған болатын. Биылда жеңістен дәмелі болған. Алайда Астананың арландары 5 қаруын сайлап, әрбір минутты асқан шеберлікпен өткізді. Қарсыластың айла тәсілін жоғары деңгейде зерттеген осы нәтижесінде 5-3 есебімен жеңіске жетті. Ойын өте тартысты болды, 6 мемлекет қатысты. Біз Қазақстаннан 2 команда келген болатынбыз. Астана командасы 1-ші орын, Алматы командасы 3-ші орын алды. Сол болашақта үлкен аренаға шықсақ па деген ойымыз бар. Қиындықтары болды бұл жерде. Барлығы мықты командалар дайындалып келген. Мюнхен Поло Клаб 2017 бәсекесінде Қазақстанның тағы бір командасы Алматы Поло Клаб өнер көрсеткен болатын. Алматылықтардың қарымды қабілеті талайдың таңдайын қақтырды. Жігіттердің ойындағы ептілігі, әсіресе атқа еркін отыруы, еуропалықтардың командаға деген қызығушылығын одан әрі арттырды. Содан болар, 3-ші орынды сарапқа салған бәсекеде жергілікті Германия халқы Алматы Поло Клаб шөген командасына жанкүйер болды. Өз кезегінде жерлестеріміз де жанкүйерлерін ұятқа қалдырмады. Швейцария ойыншыларды 3-1 есебімен ұта білді. Команда болғаннан бірлік болу керек қой бұл жерде. Бұл ойынның өзінің ерекшелігі команда болып ойнау керек. Бұяқта бір жалғыз адам ештеңкеге жетпейді. Сол үшін команда болып жетістікке жету керек. Болашақта Құдай қаласа ары қарай жаттығу жасап, ары қарай өз деңгейіміз көтереміз. Бұяқта командалардың әлсіз деп айта алмаймын, өйткені каждый команда мықты. Жалпы, бәсеке қорытындысы бойынша Астана Поло Клаб шөген командасы Мюнхен кубогын иеленді. Енді жерлестеріміз Мюнхен Голд Кап 2017 халықаралық турнирінде ел намысын қорғайды. Бұл дүбірлі додаға Еуропа елдерін ең азулы 5 командасы қатысады деп жоспарланып отыр. Жарыстың 3-ші күні Мюнхен Голд Кап халықаралық сайысында Алматы Поло Клаб жеңіске жетіп, Голландия, Германия және Швейцарияны шаңында қалдырды. Еуропада шөген аса танымал ойын. Бұл жеңістер оңай келді деп айтуға келмейді.
командаларының қарсыластары өте мықты болды. Бір қуанарлығы, финалдық кездесуде Астана және Алматы спортшылары жолықты. Қос бірдей қазақстандық команда Еуропаның ең үздік 5 командасын артта қалдырды. Кездесу қорытындысы бойынша ұпай санымен алматылықтар топ басына шықты. Жалпы, қазақстандық шөгеншілердің алдына қойған мақсаты айқын. Әлем біріншілігінде топ жарып, осы спорт түрін елімізде бұқаралық сипат алуына күш жұмсамақ. Über die Fotogeschichte. Top 1.